Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Біз бүгін сіздермен магистратура тестінде кездесетін нақты ТГО есептерін талқылайтын боламыз. Бүгін бізде күрделі есептерге қатты назар салынған, сондықтан мұқият болыңыздар. Магистратура тестінде кездескен геометрияның мынандай бір есебі сұрақ болып келеді. ABCDE шаршының қабырғасы 4 см, ал оның ауданы SED үшбұрышының ауданына тең. Яғни мұнда берілген SED үшбұрышының ауданы мен осы ABCD шаршының аудандары өзара тең болып тұр. Былай дейді, D төбесінен A түзуіне дейінгі қашықтық қаншаға тең? Біз бұл қашықтықты екіге бөліп алайық. Яғни мына D төбесінен A түзуіне дейін қашықтықтың бір бөлігі шашының қабырғасына тең, яғни 4-ке тең. Қалған бөлігі мына үшбұрыштың биіктігіне тең болады. Яғни сізде мынадай үшбұрышты қарастырсаңыз, оның биіктігі осы жерден мына нүктеге дейінгі қашықтықты айтамыз. Енді үшбұрыштың ауданы мен шаршының ауданы тең дейтін болса, үшбұрыштың табаны есі деген табаны 4-ке тең, ал есіға түскен биіктікті біз h деп қарастырамыз. Үшбұрыштың ауданының формуласы s тең 2/1 a көбейтілген h. Яғни бұл жерде a қабырғасы 4-ке тең, h белгісіз, ал ауданы шаршының ауданымен бірдей. Шаршының ауданы бізде 4 көбейтілген 4, ол s тең 16. Осы өрнекті 16-ға теңестіреміз, яғни 2/1 көбейтілген 4 көбейтілген h тең 16-ға. 4 пен 2-ні қысқартамыз, мұнда 2, 2h тең 16, h тең 8-ге. Яғни сіз мына үшбұрыштың биіктігі, яғни бір бөлігі 8-ге тең, қалған бөлігі 4-ке тең болса, D-дан бастап A түзуіне дейін қашықтықты 12 деп белгілесеңіздер болады. Тестте кездесетін теңсіздік есептерінде бөлшектермен араласқан теңсіздікте келуі мүмкін. Ол есептердің оңайлатудың ең бір тәсілі, оңай тәсілі 6, 2, 4 деген бөлімдегі сандардан құтылу үшін осы сандардың ең кіші ортақ еселігіне көбейте саламыз. 6, 2, 4-тің ең кіші ортақ еселігі біз барлығын теңсіздіктің сол жағында, оң жағында 12-ге көбейтеміз. Сонда қалай болады? Бірінші бөлшекті жазайын. X плюс 9 бөлінген 6-ны 12-ге көбейтеміз. Азайтылған 2-ден 1-ді 12-ге көбейтеміз. Үлкеніне тең x минус 5 бөлінген 4-ті 12-ге көбейтеміз. Және 2-ні 12-ге көбейтеміз. Онда плюс 2-ні 12-ге көбейтеміз. Потом, мұна 12-ге көбейту кезінде 12 мен 6 қысқарады, мұнда 2 қалады. Олай болса, сіз x плюс 9-ды 2-ге көбейте саласыз. 2x қосылған 18. Азайтылған, мұнда 12 мен 2-нің көбейтіндісінен 6 қалады. 1-ді 6-ға көбейтсеңіз 6. Үлкеніне тең, оң жақ бетінде 12 мен 4 қысқарады, мұнда 3 қалады. X минус 5-ді 3-ке көбейіп жүресіз. 3x минус 15. Және соңғы 2-ні 12-ге көбейтсеңіз плюс 24. X-тарды сол жаққа, санды оң жаққа жинайық. Сонда 2x азайтылған. Мұнау 3x теңсіздіктің сол жағына минус 3x болып өтеді. Үлкеніне тең. Сіз бірінші 18-ден 6-ны азайтып алсаңыз болады. 18-ден 6-ны азайтамыз. 12, 12-ні оң жаққа өткіземіз. Ал оң жақта бізде минус 15 плюс 24-тен 9 шығады. 9, потом мұнау 12 минус 12 болып өтеді. Яғни минус x үлкеніне тең минус 3-тен. Барлығын минус санға көбейтетін болсақ, онда бізде таңба өзгереді. Яғни минус таңба плюсқа ауысады. Мынаяқтағы минус таңба плюсқа ауысады. Және үлкеніне тең деген таңбаның бағыты кіші немесе тең болып өзгереді. Яғни x кіші немесе тең 3-тен болады екен. Жауабы Б жауап нұсқасын белгілей аласыздар. Магистратура тестінде ТГО-да мынадай бір есептер кездеседі. Берілген сандарды өсу ретімен, болмаса кему ретімен орналастырыңыз дейді. Болмаса сандардың ішіндегі ең үлкені немесе ең кішісін табу деген секілді сұрақтар кездеседі.
Давайте бұл жерде үлкен сандарды бірден сызып тастап отырайық. Салыстырмалы түрде. Бізде 5 деген сан бәрінен үлкен болып тұр, яғни одан кіші 4,3/2 деген сан бар. Ал 4,3/2 деген санымыз бізде мына жерде түбірасты 9-дан неше шығады? Түбірасты 9-дан бізде 3 шығады. Яғни түбірасты 9. 9 нешенің квадраты? Ол шамамен 3-дің квадраты. Сондықтан мен бұл есептен де мынау 4,3/2 дегенді сызып тастаймын. Келесі, мына 25-тің 0 дәрежесі деген бар. 25-тің 0 дәрежесі. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Олай болса, бұл сан бізде 1-ге тең. Біз 3-ті де сызып тастаймыз. Яғни түбірасты 9-да ол жердегі сандардың ең кішісі емес. Салыстыру керек. Түбірасты 2 мен 1-ді ғана. Қайсы кішірек? Түбірасты 2 кіші ме? 1 кіші ме? Түбірасты 2-ні калькулятормен тауып көретін болсаңыздар, 1,4 деген сан шығады. Шамамен 1,4. Яғни бұл жерде 1-ден үлкен сан. Немесе екеуін салыстыру үшін екі жақты да квадраттап көре салсаңыздар болады. Түбірасты 2-нің квадраты 2, 1-дің квадраты 1. Салыстырмалы түрде түбірасты 2 үлкен. Сондықтан осы сандардың ішінде ең кішісі 1. Яғни 1 дегеніміз бізде 25-тің 0 дәрежесі. А жауап нұсқасын белгілей саласыз. 2026 жылы магистратура тестінде кездесетін мынадай бұрышқа байланысты күрделі есеп бар. Осыны қарастырып көрейік. Бұл есепте не деген? Бұл есепте АН және БС өзара тең деген. Және суретте көрсетіп қойған, оларға НБ деген қабырғасы тоже тең болып шығады екен. Осы жерде былай дейді. АНС бұрышы, яғни мына бір бөлігі 54-ке тең. Мына бұрыш 54-ке тең. Олай болса, біз не істейміз? Мына бұрышты екі бұрыштың қосындысы ретінде аламыз. Яғни мына бір бөлігі x болсын, ал мына бір бөлігі 54 азайтылған x деп алайық. Мынау 54 азайтылған x, мынау x болса, мына жақ беті бізде тоже екі қабырға тең болғаннан кейін, ол жердің екі бұрышы бір-біріне тең болады. Бұл да 54 азайтылған x болады. Кез келген үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180-ді береді. Мынау 54 азайтылған x, мынау 54 азайтылған x, және оған тағы бір бұрыш қосатын болсаңыз, ол үшеуінің қосындысы 180-ге тең. Жазам. 54 азайту x қосылған 54 азайту x тең болады. Яғни бұларға еще сұрақ белгісіндегі бір бұрышты қосайық. Неде болатынын білмей тұрмын, соның өрнегін шығарамын қазір. Үшеуінің қосындысы 180-ге тең. Олай болса, сұрақ белгісінде тұрған бұрышты ғана қалдырамыз. Арғы бетке бәрін өткіземіз. 54-ке 54 108, яғни азайту 108 болып барады. Минус x пен минус x минус 2x болады. Оң жаққа өткен кезде плюс 2x. Яғни бұл бұрышыңыз сұрақ белгісіндегі 180-нен 108 азайтасыз 72 қосылған 2x. Мына жер сұрақ белгісіндегі бұрыш 72 қосу 2x деген бұрышты береді. Енді екінші үш бұрышқа қарайық. Ол жақта мына бір бұрышы x болып тұрса, мына екеуі тоже белгісіз. Біз бұларды y деп алайық. Енді y-тің өрнектелуін көрсетейік. Немесе былайынан қарастырсақ болады. Яғни түсінікті болу үшін бірден айтайын. Бір жазық бұрышты 2-ге бөліп тұратын бұрыш болса, екеуінің қосындысы 180-ге тең. Яғни мынау альфа, мынау бета, альфа плюс бета тең 180. Олай болса, бізде бір бұрышы 72 плюс 2x болып тұр. Яғни сұрақ белгісіндегі бұрыш. Қалған бұрышын біз не деп аламыз? Қалған бұрышын осыны 180-нен азайта саламыз. Яғни мынау белгісіз бөлігі, мына жер 180 азайтылған 72 плюс 2x. Сол кезде 180-нен 72 азайтасыз 108 азайтылған 2x. Мынау 108 азайтылған 2x. Мынау екеуі бір-біріне тең, өйткені бұлар тең бүйірлі. Сонда дәл осындай екі бұрыш және x-ті қосқан кезде бізде ровно тағы да 180 шығады. Өйткені бұл бізде үш бұрыш. Жазамыз. 108 азайтылған 2x қосу 108 азайтылған 2x және қосылған x төбесіндегі бұрыш x-ті қоссақ бізде 180-ді береді. Осы кезде не істейміз? Минус 2x минус 2x минус 4x болады.
оған x қоссақ минус 3x болып шығады. Сосын 180-нен азайтамыз 216-ны. Ол кезде бізде 36, яғни 3x тең 36, x тең 12 деген бұрыш шығады. Сұрақ: ANB бұрышының шамасы бізде x-ке тең, яғни ровно 12 градус шығады екен. Сонда сіздер екі ережені білдіңіздер. Біріншісі, үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180, екіншісі, жазық бұрыштың қосындысы, яғни екі бөлігінің қосындысы тоже 180-ге тең болады екен. Магистратура тестінде кездесетін мынадай бір есепті өлшемдерін есептемей-ақ біз бұны бөліктерге бөліп, бөлікті санай салсақ, есепті тезірек шығарамыз. Яғни бұның шығарылу жолының лайфхакі осындай. Бір квадраттың, яғни бір шашының ауданы 4 см квадрат болса, онда біз барлығын сондай квадраттарға бөліп тастаймыз. Сол кезде неше квадрат болатындығын жазсақ жеткілікті. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Барлығы 21 квадрат бар. 21-ді көбейтеміз 4-ке, сол кезде 84 сантиметр квадрат. Яғни сіздегі фигураның ауданы 84 сантиметр квадрат болып шығады екен. Магистратура тестінде кездесетін келесідей бір есепті қарастырып көрейік. Яғни шаршының қабырғасына берілген аралықта жататын болса, онда оның периметрі қай аралықта жатады дейді. Онда сізде былай: қабырғасы 0,9-дан үлкен және 1,2-ден кіші. Олай болса сіз екі түрлі шаршының периметрін тауып шығасыз. Қабырғасы 0,9-ға тең болатын шаршының периметрі ол 4 көбейтілген 0,9, яғни 3,6-дан үлкен болады периметрі, және екінші 1,2 болатын шаршының периметрін табамыз. Ода да сондай 4 көбейтілген 1,2, ол бізде 4,8-ге тең. Олай болса, осы екеуінің арасында қабырға жататын болса, периметрі 3,6 мен 4,8 деген екі периметрдің арасында жатады. А жауап нұсқасы дұрыс болады екен. Бөлшек рационал теңдеуге байланысты келесі бір есепті қарастырайық. 1 плюс x бөлінген 2 қосылған 3 плюс x бөлінген 3 тең 3,6-дан 1. Бұл есепті шығармас бұрын бірінші аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырайық. Содан кейін барлығының бөліміндегі сандардың ортақ еселігіне көбейтіп жібереміз. Яғни есепті тез әрі оңай шығару үшін. Ол үшін мен есептің берілген қайтадан жазайын. 1 плюс x бөлінген 2 плюс 3 плюс x бөлінген 3 тең болады 6 бүтін. То есть 3 бүтін дегенді біз 3-ті 6-ға көбейтіп, алымындағы 1-ге қосып жібереміз. Бұл бұны бұрыс бөлшекке айналдыру деп аталады. Яғни бұл жерде шешімі 3-ті 6-ға көбейтсек 18, 18-ді 1-ге қосамыз. Сол кезде алымы 19-ға тең болады. Енді барлығының бөлімі 2, 3, 6 болғаннан кейін біз бұл есепті 6-ға көбейтіп жібереміз. Сонда 6 мен 2 қысқарады, 1 плюс x-ті біз 3-ке көбейтеміз. Қосылған 6 мен 3 қысқарады да 3 плюс x-ті 2-ге көбейтеміз. Және 6 мен 6 қысқарып, мұнда 19 қалады. Жақшаларды ашсақ, 3x плюс 3 қосылған 2x плюс 6 тең 19. 3x-ға 2x қосатын болсақ 5x, 3-ке 6-ны қоссақ 9 тең 19-ға. Олай болса 5x тең 10-ға және x тең 2-ге. Теңдеудің шешімі x тең 2 деген жауапты белгілей салсаңыз жеткілікті. Сіздерге қызықты бір факт айтып кетейін. Магистратура тестінде 70%-дан аса студенттер шекті балдан аса алмайды. Не үшін? Себебі нақты неден дайындалатынын білмейді, яғни қандай сұрақтар кездесетінін көрмеген. Біздің курсымызда сіздерге есептердің оңай шығару лайфхактарын және нақты магистратура тестінде кездесетін есептердің түрлерін көрсететін боламыз. Курсымызда толық 5 пәннен дайындық жүргізіледі. Сіздерге бөлек Zoom сабақтар, тікелей эфирде Zoom сабақтар және нақты сайтта талдау сабақтары жүргізіліп отырады. 24/7 куратормен байланыс болады және сіздерге нақты тестте кездесетін тест тапсырмалары мен
кітапшалар беріледі. Яғни сіз нақты тестке толық дайындала алатындай мүмкіндіктеріңізді жасап бере алады. Осы курс бойынша дайындалған студенттеріміз республиканың әр жерінен ең жоғарғы нәтижелерді көрсеткен болатын. Біздің курсымызбен дайындалып 11 мыңнан аса студент магистрантураның грантын жеңіп алған. Біздің курсымызда әртүрлі тариф қарастырылған. Сіздің өзіңіздің бос уақытыңыз бен деңгейіңізге қарай ыңғайлап, өзіңізге қажетін таңдап алуыңызға болады. Егер сізде нақты магистратура тестіне кездесетін сұрақтарды талқылап, нақты не нәрседен дайындалу керек екенін көргіңіз келсе, біздің курсымызбен дайындалғыңыз келетін болса, онда төмендегі консультацияға тіркелсеңіз болады. Магистратура тестінде кездесетін жұмыс өнімділігіне байланысты мынадай бір есеп кездескен. Сіздерге бұл есепті шығару үшін бір лайфхак айтайын. Яғни муж техникасы. Муж техникасында не істейміз? Механика, уақыт және жұмыс деген үш бөлікті қарастырамыз. М механика, У уақыт, Ж жұмыс. Яғни механика дегеніміз, мысалы мына есепте 3 қасқыр 2 қойды 40 минутта жесе, 6 қасқыр 1 қойды неше минутта жеді дейді. Сіз бұл аралас пропорцияның есебін муж схемасымен жаттап алсаңыз, есепті оңай шығаратын боласыз. Механика 3 қасқыр, яғни бұл жерде атқарушылар. Мысалы жейтін кім жейді? Мысалы жұмыс жасаушылар адамдар болса, неше адам бар? Болмаса, мысалы мына жерде қойды жейтін қасқырлар ғой. Неше қасқыр жейді? 3 қасқыр жейді. Бірінші 3 қасқырды М-ның қасына жазып қоямыз. Уақыт неше минутта? Немесе неше күнде, неше сағатта деген секілді. 40 минутта жұмыс атқарады. Қандай жұмыс? 2 қойды жеп тауысады. Олай болса, мына жаққа 2 қойды деп жазып қоямын. Және 6 қасқыр дәл осындай скоростта жей алатын механика уже екінші механика кетіп жатыр. 6 қасқыр қанша минутта? Белгісіз. 1 қойды жеп тауысады. Жеп тауысатын саны 1 қой. Енді қараңыздар, муж техникасының тәсілі. Сіз бірінші тіке көбейтесіз, сосын крестикпен көбейтесіз. Яғни біріншіде кері пропорция, одан кейін тура пропорция орындалған. Үнемі мужбен келетін есептерде біріншіде тікелей көбейтеміз, одан кейін крестик әдісімен көбейтесіз. Сонда шығатын 2 сан бір-біріне тең болады. Яғни 3-ті 40-қа оны 1-ге көбейтеміз, ол тең болады 2 көбейтілген x көбейтілген 6 деген. Яғни 12x тең болады 120-ға. Олай болса x тең 10-ға. 6 қасқырға 1 қойды жеу үшін небәрі 10 минут жеткілікті болады екен. Сонда жауабы Д жауап нұсқасы. Кейбір периметр табатын есептелерде сіздер көріп тұрған нәрселеріңіз қорқынышты болып көрінгенмен, оны өте оңай шығара салуға болады екен. Келесі бір есепке мынандай лайфхак қолданыңыз. Егер бір тіктөрт бұрыштың бір бұрышын қиып тастаған болса, мынандай қылып бұрышынан қиып тастаған болса, онда оның периметрі бастапқы төрт бұрыштың периметрінен өзгеріссіз болады. Периметрі тең болады 2 көбейтілген А плюс Б мен шығара бересіз. Яғни тіктөрт бұрышқа қандай периметр қолдансаңыз, бұған да дәл сондай. Сіз формуласын жаздыңыз, олай болса П тең 2 көбейтілген 26 қосылған 36. 26-ға 36 қоссақ 62, 62-ні 2-ге көбейтеміз, периметрі 124, яғни С жауап нұсқасы болады. Не себепті ол периметрмен есептеп кетеміз? Өйткені мына бір бөлігін көшіріп әкеліп мұнда толықтырып жазсаңыз болады. Сонда анау керек емес, ол үстіне көшірілді деп айтамыз. Және мына бір бөлігінде көшіріп әкеліп мұнда орналастырсаңыз, сонда сізде мына жер жоқ болып кетеді. Бояғандарын өшіре тұрайын. Яғни сізде мына бөлігі жоқ болады да, ол бұлайынан тік төрт бұрыш болып толықтырылады екен. Сонда бұрышынан қиып алған бөлікті сіз есептемей, жай ғана тік төрт бұрыштың периметрін шығара саласыз. Сол кезде сіздің есебіңіз дұрыс болады екен. Магистратура тестінде кездесетін келесідей бір есепті қарастырайық. Яғни құрамында 0 мен 1 цифрлары кездесетін неше төрт таңбалы сан бар деді. Бұл есептерге бір ережені қолдансаңыз, сіз ешқашан қателеспейсіз. Қандай ереже? Сан 0-ден басталуы мүмкін емес. Яғни 4 таңбалы сан 0-ден басталатын болса, ол 3 таңбалы, 2 таңбалы болып өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан біз санды
нөлден бастай алмаймыз. Бізде екі түрлі клавиатура бар. Біреуі 0 деген клавиатура, бір деген клавиатура. Екеуінің біреуін басып отыруға болады, бірақ бірінші орында басатын кезде тек біреуін ғана баса аласыз, өйткені 0 қоюға болмайды. Бізде неше түрлі тәсіл бар дегенді ұяшық әдісімен шығарамыз. Ұяшық әдісінде бірлік разряд, ондық, жүздік и мыңдық разрядтағы сандарға қойыла алатын мүмкін тәсілдер санын жазамыз. Ұяшықтың ішінде неше тәсіл бар деген сұрақ қоямыз. Неше тәсіл? Мыңдығына біз бір-ақ тәсіл қолданамыз, өйткені екеуінің біреуі ғана қойылады. Келесі, жүздікке қойылатын 0-ді де 1-ді де қоя аламыз. Сондықтан ояққа тәсіл саны екеу болып өзгереді. Ондығында да екі тәсіл, и бірлікте де екі тәсіл. Бұл тәсілдерді не істейміз? Әрбір ұяшықтағы тәсілдерді бір-біріне көбейтеміз. Сонда 1 көбейтілген 2, көбейтілген 2, көбейту 2. Сонда көбейтіндісі 8, барлығы 8 сан жазуға болады екен. Магистратура тестінде кездесетін заңдылыққа, тәуелділікке байланысты келесідей бір есеп кездеседі. Кестеде x және y айнымалылардың арасындағы тәуелділік көрсетілген и кестесі берілген. Ол кестеден сіз кез келген бір нүктені алып, жауап нұсқаларына қойып шығатын болсаңыз, онда есепті тезірек шығарасыз. Мына жерде, егер де сіз 2 мен 4 деген санды алып қоятын болсаңыз, сол кесе есеп оңайырақ шығады. Бірден дұрыс жауап нұсқасы ғана қалатын болады. Қараймыз. Бізде x-тің орнына 2-ні, y-тің орнына 4-ті қояйық. Сол кезде тепе-теңдік дұрыс немесе дұрыс емес, қайсысы шығатынын көреміз. y-тің орнына 4 қоямыз. 4 тең болады 4 көбейтілген 2 азайту 3. 4-ті 2-ге көбейтсек 8, 8-ден 3 азайтатын болсақ, онда 4 тең 5 деген нәрсе шығады. Бізде 4 пен 5 екеуі тең емес. Б жауап нұсқасы алып тастаймыз. С жауап нұсқасында y-тің орнына 4-ті, x-тің орнына 2-ні қоямыз. 2 қосылған 3. Бұл жерде де 4 тең 5-ке деген нәрсе шығады. Ол екеуі бір-біріне тең емес. Олай болса С жауап нұсқасында алып тастаймыз. А жауабында y-тің орнына 4-ті, x-тің орнына 2-ні қоям. 3 көбейтілген 2 азайту 2. 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 6-дан 2 азайтатын болсақ, онда бұл жерден 4 тең 4 шығады. А жауап нұсқасы дұрыс. И Д-ны тексере саламыз. Сонда 4 тең болады 2 көбейтілген 2 плюс 1. Яғни бұл жерде де 4 тең 5-ке деген өрнек шығады. Бізде 4 пен 5 бір-біріне тең емес. Сондықтан Д-ны да сызып тастаймыз. Жауап А, яғни y тең 3x минус 2 деген тәуелділік функциясы шығады екен. Кестеде келесідей мәліметтер көрсетілген. Бұл жерде сүтқоректілердің саны, құстардың саны, бауыр мен жорғалаушылардың саны, қосмекенділердің және балықтардың саны миллионмен көрсетілген. Яғни мына жердегіде миллион болады. Мысалы, барлығы 42 миллион, соның ішінде балықтардың саны 20 миллион. Енді бұлай дейді, осы мәліметтер дөңгелек диаграммаға салу керек болса, дөңгелек диаграмма деген ол шеңбер. Яғни шеңберге салу керек болса, осы жердегі мына балықтар деген бөлік қанша градуспен өрнектеледі, жуық шамамен. Оны табу үшін біз былай жасаймыз. Пропорция орындаймыз. Яғни бізде 42 деген барлығы 100%, яғни ол 360 градусты құрайды. Өйткені бір шеңбердің толық бұрышы 360. Ал 20 миллион, яғни балықтардың саны белгісіз. Осыны табу үшін калькулятор қолдансаңыздар болады. X тең болады 20 көбейтілген 360 бөлінген 42. Оны көбейтіп бөлуді орындайтын болсаңыз, шамамен, жуық шамамен 171 градус деген жауап шығады. Д жауап нұсқасын белгілейсіздер. Геометрияның есептерінде бір-біріне тең арақашықтықтар деген нәрсе бар. Яғни қабырғалардың бір-біріне теңдігі. Мына бір бөлігі 3,5 метр болса, сәйкесінше оның астындағы бөлікте 3,5 метрге тең. Тағы да суретте көрсетілген мәліметтер бойынша сызбада көрсетілген пәтердің, яғни толық пәтердің ауданын табыңыз дейді. Олай болса, ауданы дегеніміз S тең А көбейтілген Б, яғни аудан ұзындық пен енінің көбейтіндісі. Толық ұзындығы 3 бөліктің қосындысынан тұрады. 2, 5 және 3,5. Үшеуін қосатын болсаңыз, сізде 10,5 метр болады ұзындығы, ені 9 метрге тең. Онда ауданын табу үшін
S тең 10,5-ті көбейтесіз 9-ға 94,5 метр квадрат. Яғни пәтердің ауданы D жауап нұсқасы 94,5 шығады екен. Тестте кездесетін айнымалылар арасындағы тәуелділік есебінде тағы да бір есеп кездескен. Оны да шығарып көрейік. Яғни дәл сол лайфхакты тағы да қолданамыз. Бір ғана мәнді аламыз. Сол мәнді орнына қойған кезде нақты бізде бір ғана жауап қалуы керек. Мысалы, А жауап нұсқасын қарайық. 2-ні қойған кезде, Y-ке 5-ті қойған кезде теңдік орындалу керек. Біз не істейміз? Y-ның орнына 5-ті қоямыз. Тең болады 4 көбейтілген X-ның орнына 2-ні қоямыз. Азайтылған 3. 4-ке 2-ні көбейтсеңіз 8, 8-ден 3 азайтасыз 5. 5 тең 5 орындалады. Келесі басқа жауаптарға да қойып көрейік. Егер олар да орындалған болса, тағы да нүкте алуымыз керек болады. 5 тең болады 2 қосылған 2. 2-ке 2 қоссаңыз 4, 4 5-ке тең емес. Сондықтан Б жауабын алып тастаймыз. Келесі 2-ні қоямыз. 5 тең 3 көбейтілген 2 азайту 2. 3-ті 2-ке көбейтсеңіз 6. 6-дан 2 азайтатын болсақ, ол жерден 4 шығады. Сәйкесінше тағы да 5 пен 4 бір-бірімен тең емес. Соңғы Д жауабы қалды. 5 тең 2 көбейтілген 2 азайтылған 1. 2-2 көбейтсеңіз 4, 4-тен 1 азайтсаңыз 3 шығады. Бізде 5 3 пен тең емес. Онда Б, С, Д жауабы болмайтындықтан бізде жалғыз жауап А жауап нұсқасы белгілей саласыздар. Магистратура тестінде кездесетін логикаға байланысты мынадай бір есептер қарастырылған. Мына бір есепте 55 шар тең қабырғалы үшбұрыш қалпында орналастырылған дейді. Яғни суретте бастапқы қатарлар берілген. Бірінші қатарда 1 шеңбер, екінші қатарда 2, үшінші қатарда 3, төртінші қатарда 4, бесінші қатарда 5, дәл сол сияқты 6-шы қатарда, 10-шы қатарда 10 шеңбер орналастырылған дейді. Солай кете береді, бірақ барлық шеңберлердің қосындысы 55. Яғни барлық шарлардың қосындысы 55 шар. Олай болса, барлығы неше қатарға жайылғанын анықтаңыз дейді. Онда біз былай жасаймыз. Мұны алғашқы бесеуін қосып аламыз. Содан кейін келесі сандарды қоса береміз. Қайсысын қосқан кезде 55 шығатын болса, онда бізде сонша қатар бар деп қабылдаймыз. Алғашқыларды қосатын болсақ, мұнда 15 шығады. 15-ке 6 қосамыз. 6-шы қатарды қосқан кезде 21 шар. 21-ге 7-ні қосамыз. 28 шар. 28-ге 8-ді қосамыз. 36 шар. 36-ға 9 қосамыз. 45 шар. 45-ке 10 қосамыз. 55 шар. Барлығы 55 шар болу үшін мен 10 қатар орналастыруым керек екен. Яғни бұл жердегі қатардың саны 10. Д жауап нұсқасын белгілесеңіз жеткілікті. Егер сізде осы секілді есептердің оңай шығарылу жолын үйренгіңіз келсе, біздің курсымыз жайлы ақпарат алу үшін WhatsApp нөмірге байланыстарыңыздар болады. Және де біздің контентімізді қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдап кеттіңіздер.